Аяғы ауыр бұлбұл Серікпен ажырасып кетті. Мұндайды ешкім күтпеді масқара. Аяғы ауыр бұлбұл қызымыз Серік жайлы күтпеген мәлімдеме жасады. Бұлбұл Инстаграм әлеуметтік желісіндегі ресми парақшасында Серікпен ажырасу себебін жайып салды. Бұлбұл, менің өмірімдегі ең қорқынышты 8-ші наурыз. Қазір тек қана өзімді және баламды ойлауым қажет. Менің состоянием тікелей балаға беріліп жатыр. Сол үшін сабыр, деп көзіне жас алған бұлбұл Серік жайлы айтып бастады. Аяғым ауыр болғандықтан ба, гормоны деп жатамыз ғой, қатты көңілшек болып кеткенмін. Қазіргі кезеңде жақыныңның сенімен барынша жұмсақ болғанын қалайсың? Еркелеткің келеді, жылулық күтесің. Түсініксіз сезім ғой, деп жазды бұлбұл қызымыз. Бұлбұл сонымен қатар жылап тұрған суретін жариялады. Бұлбұл тағы да Серікпен ажырасуы жайлы астарлап тұрып мәлімдеме жасады. Көп ойлана келе, дұрыс па, бұрыс па білмеймін. Бүгін осындай шешімге келдік, деді бұлбұл әлеуметтік желідегі парақшасында. Сонымен қатар бұлбұл енесі жайлы айтып ағынан жарылды. Ашылып ештеңе айта алмаймын. Әрине отбасы болғандықтан ұрыс керіс болады. Мен келін болғандықтан бәрібір көп дүниеме міндет қылып қарайды. 2 қабат деп аяп жатқан ешкім жоқ. Мен қиналғанмын, бұл да қиналсын дегендей шығар. Қатты өкпелімін. Кім жаман келін жаман болады екен ғой. Қанша ақша құртсаң да, барлығын жасап көмектесіп жүрсең де, сен жақсы болмайды екенсің. Түсінгенім осы, деді бұлбұл. Сондай-ақ бұлбұл қызымыз, қатты жүрегім ауырды, 5-6 сағат жылаған шығармын. Кімге айтам? Не айтам? Қалай айтам? Тұрмысқа шыққаныма өкініп кеттім, шыны керек. Нем бар еді, тыныш қана қысып қыдырып қаңғып жарқырап жүрмейсің ба, сорлы бұлбұл деп өзімді жегіп тастадым, деп жазды көзіне жас алған бұлбұл. Бұлбұлдың неліктен мұндай шешім қабылдағаны әзірге белгісіз. Себебі бұлбұл осы уақытқа дейін Серікпен болған бақытты сәттерін әлеуметтік желідегі парақшаларында жариялап келеді. Күнде бірге көлік жүргізіп жатқан видеосын жариялаған бұлбұлдың бұл әңгімелері желі қолданушыларын таң қалдырды. Кейбір желі қолданушылары мұны хайп деп жазса, енді бірі Серікті кінәлады. Қандай жағдай болмасын, Серікпен бұлбұл қайта жарасып бақытты болсын.